Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға ротаның тәуліктік нарядының тағайындалуы, құрамы мен қару-жарағы туралы айтып беру. Әрдайым жоғары мәдениет, қарапайымдылық және ұстамдылық үлгісі болуға, өзінің қадір-қасиетін қорғауға және балалардың қадір-қасиетін құрметтеуге тиіс деп оқушыларға жеткізу. Оларға әскери құрамның жалпы міндеттері туралы айту. Оқушыларды әскери құрамның өзара қарым-қатынастарында олардың ұлттық сезімдерін, ғұрыптары мен дәстүрлері құрметтелуге тиіс деп көрсету. Бүгінгі сабағымызда оқушылар нені білуі тиіс? Ротаның тәуліктік нарядының құрамы, міндеті және қарулануы туралы. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің жауапкершілігі қандай және кімге бағынатындығы. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің ротаға, рота командирі және одан шені жоғары тура бастықтар келген кездегі іс-әрекеті қандай болуы керек. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің қызмет өткеру орны қалай жабдықталуы керек. Ротада өрт болған жағдайда рота бойынша тәуліктік кезекші қандай іс-әрекет жасайтындығы туралы білуі тиіс. Тектор, лейтенант мырза, кезекшілік уақытында ешқандай келеңсіздік жағдай орын алған жоқ. Баяндама беріп тұрған қатардағы жауынгер Ахметов. Еркін тұр. Ротаның тәуліктік нарядын ұйымдастыру, құрамы және қарулануы. Жауынгерлік әзірлік пен ішкі тәртіпті ұстау, жеке құрамды, қару-жарақ пен әскери техниканы, оқ-дәрілерді, материалдық құрал қорларын, ротаның үй-жайлары мен мүлкін қорғау, рота жұмысының жағдайын бақылау, құқық бұзушылықтардың алдын алу жөнінде өз уақытында шаралар қабылдау. Жалпы әскери жарғылармен айқындалған қызметтер бойынша басқа да міндеттерді орындау үшін наряд ұйымдастырылады. Ротаның тәуліктік нарядына рота бойынша кезекші, рота бойынша тәуліктік кезекшілер тағайындалады. Роталардағы тәуліктік кезекшілердің ауысымын рота командирі айқындайды. Рота бойынша кезекшінің кеудесінің сол жағында рота бойынша кезекші деген жазуы бар төсбелгі болуға тиіс. Кезекшілікті қабылдау тапсыру баяндамасынан кейін кезекші төсбелгіні келесі кезекшіге тапсырады. Ротаның тәуліктік наряд құрамы қаруланбайды. Тек ерекше жағдайларда кезекші және тәуліктік кезекшіге сүңгі пышақтар беріледі. Сүңгі пышақ белдік белбеудің сол жағында тоғадан алақан еніндей аралықта болуға тиіс. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің міндеттері. Рота бойынша тәуліктік кезекші сарбаздар қатарынан тағайындалады. Ол өз бақылауындағы қару, тапаншалар шкафы, оқ-дәрілер салынған жәшіктер, ротаның мүлкі және сарбаздар мен сержанттардың жеке заттардың сақталуына жауапты. Рота бойынша тәуліктік кезекші рота кезекшісіне бағынады. Рота бойынша кезекті тәуліктік кезекші казарма ішінде кіретін есіктің алдында қару сақтауға арналған бөлмеге жақын жерде қызметін өткізеді. Және ол рота бойынша кезекшінің рұқсатынсыз рота үй-жайынан ешқайда шықпауға, қару сақтауға арналған бөлмені ұдайы бақылауға, үй-жайға бөгде адамдарды өткізбеуге, сондай-ақ казармадан рота бойынша кезекшінің рұқсатынсыз қаруды, оқ-дәрілерді, мүлік пен заттарды шығаруға жол бермеуге, рота бойынша кезекшіге ротада болған барлық оқиғалар туралы, рота әскери қызметшілері арасында жалпы әскери жарғылармен белгіленген өзара қарым-қатынас қағидаларының бұзылуы туралы, байқалған ақаулар мен өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы туралы дереу мәлімдеуге, оларды жоюға шаралар қолдануға, жалпы ұйқыдан тұрғызу кезінде, сондай-ақ бөлімнің түндегі жауынгерлік әзірлікті шыңдау мақсатында немесе өрт жағдайында жеке құрамды оятуға, күн тәртібіне сәйкес уақытылы команда беруге, үй-жайлардағы тазалық пен тәртіпті бақылауға және әскери қызметшілерден тазалық және тәртіп сақтауды талап етуге, кезекті тәуліктік кезекшіге қару-жарағын шешуге және түймелерін ағытуға рұқсат етілмейді. Тәуліктік кезекші әскерилерді ұйқысынан тұрғызу уақытында: рота тұрыңдар! Кезекті тәуліктік кезекші ротаға рота командирі және одан жоғары тура бастықтар мен бөлім бойынша кезекші келген кезде тектор командасын береді.
Ротаға ротаның басқа офицерлері, сонымен қатар рота сержанттары және басқа рота әскери қызметшілері келгенде, рота бойынша кезекші «Шығыңыз» командасымен кезекшіні шақырады. Тәуліктік кезекшінің телефонмен мәлімдеу тәртібі. Телефонға жауап қатқанда, рота бойынша тәуліктік кезекші өзін таныстыруы тиіс. Мысалы, рота бойынша тәуліктік кезекші қатардағы жауынгер Ахметов. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.